Көркем, привет. Бүгін біз үйжінетін боламыз. Үйжінуға арналған сіздерге мотивация. Бізбен қосылып үйжінаңыздар. Ал кеттік. Қыздар, негізі біздің үйіміз таза болып тұрса, біздің де көңіл күйіміз көтеріңкі болып тұрады. Сол үшін үйді аптасына 2 рет, 3 рет жинап тұрған дұрыс. Негізі мен үйді 2 рет максимум немесе керегіне қарай жинап отырамын. Постельді аптасына 1 рет, кейде 2 рет ауыстырылады. Вот бүгін мен постельді ауыстырғым келді. Свежий көрпеде, тап-таза көрпеде жатқанға не жетсін. Негізі кеше осы киімдердің үттіктеп бастадым. Сосын еркемен көркем жалап, жабысып, содан киімдердің жартысы қалып кеткен. Міне бүгін жартысын бітірдім. Келесі басқа бір күні осы қыздардың шағын емес киімдерін барлығын сортировка жасау керек. Оны да бірге жасайтын боламыз, достар. Бізде обед, тез жұмыртқа пісіріп жатырмын. Тез үйдегілерге обед беріп, ары қарай комнатамның шаңын қолын сүріп тастадым. Достар, білесіздер ме, осы шкафтарда, есіктерде мына 2 қыздың тамақтары жеп жүріп, ыстай салатын есіктердің барлығын. Соны дұрыс күшті кетіретін ол средство менің ойымша ок. Envy'дің логы. Соны қолданып көріңіздер, если что. Прям майды күшті алады. Әппақ болады есіктерде, қолдардың ізі қалады ғой, солардың барлығын сүртсеңіздер. Өте керемет кетіретін зат. Комнатамды күштілеп тазалап қойдым. Кішкене таза кірсін деп терезені ашып қойдым. Біздің көршілерде наурыз көже беріліп жатыр. Керемет. Бізде кеше наурыз көже болған. Өте дәмді болды. Киіз үй тігіліп, неше түрлі ойындар ойнатылған. Арасында осылай кір жуып, кір салып, оны жайып. Короче, бос уақыт болған жоқ менде бүгін.
Ку-ку. Жандарым. Не істеп жүрсіңдер? Күнім ояндың ба? Ау, жаным. Жаным. Ұстап тұрдың ба? Ау, бұтыр. Осылай қыздармен алысып жүріп, после обеда үйді жинадық. Арасында апасы келіп, қыздарды көтеріп, ойнатып отырды. Көркем, құлайсың қазір? Жинадың последний штрихтары. Вот, үй таза. Қыздар, не жеп отырсыңдар? Несен. Ой, кукуруз жеп отыр, мен дочайым. Негізінде осындай ютубта үй жинауға арналған мотивациялар қарап, өзімде жаңағы үйді тез жинап тастағым келеді. Ұнайды маған. Сол себепті мен де осылай түсіріп көруім келді. Менің ойымша сіздерге ұнады деген ойдамын. Маған да мотивация беріңіздер, чтобы көп видео түсіру үшін. Рахмет.